Bismillah, assalamu alaikum. Harımsızlar aynalarında şifageri Jumadan Jarkınbek ulu. Allah Taala barşаңызға бүгін күннің берекетін берсін. Өздеріңізге таза табиғи шөп дәрілерін дайындаған бір рецепт таныстырып кетейін. Бұл бізде ем қабылдап жатқан науқастың шөп дәрілерге тапсырысы. Асқазандағы қатерлі ісікті кесіп алып тастағаннан кейін бауырға жөскелу пайда болған. Бұл таза табиғи шөп дәрілерден дайындалған рецепттің құрамында ақтаспа, қызыл шырмауық, бригина, дала жалғызы, аю балдырған, жаужұмыр, ақшұғынық, қарағай саңырау құлағы, пенелия, саралжын, жусан шұғынық шөбі, ақгүлді жылан тіл шөбі, күмбез шөп, күнтуды сияқты таза табиғи шөп дәрілері қамтылған. Бұл шөп дәрілердің қасиеті асқазанды күшейтіп, қанды қоректендіру, қанды жандандырып, ұйғанды тарату, иммунитетті көтеріп, рак клеткаларының өсуін тізгінде уытты қайтарып, ыстықты тазалау қасиеттеріне негізделе отырып, сол асқазандағы түпкілікті рактың жаңағы өсуін тежеу арқылы рак клеткаларының ары қарай таралуын тосу. Соның нәтижесінде рактың себебінен туындаған әртүрлі ауырсынуларды жақсарту, ауыруды жақсарту мақсатына жетуге болады, Құдай қаласа. Алла Тағала барша ем қабылдаған науқастарымызға толық шипасын берсін. Ауырмаңыз ағайын.